Салауат дене шынықтыру бірлестігі. Әдістемелік бірлестіктің өзекті тақырыбы жеке бас денсаулығы және салауатты өмір салты туралы білімді қалыптастыру. Дене шынықтыру пәнінің жаңартылған мазмұндағы оқу бағдарламасының басты мақсаты ағзаның бүкіл жүйелерін дамыту, оқушылардың физикалық қасиеттерін және олармен байланысты қабілеттерін жетілдіру. Міндеттері: дене шынықтыру мен спортты дамыту тарихы бойынша білімді қалыптастыру, негізгі физикалық қасиеттерін жетілдіру, арнайы спорттық біліктер мен дағдыларды дамыту, адамгершілік жігер, моральдық ерік, патриот қасиеттерін қалыптастыру. Әдістемелік бірлестік жетекшісі Шайхынов Маулен Дәулетханович. Әдістемелік бірлестікте 30 мұғалім жұмыс істейді. Олардың жоғарғы білімдісі 28 мұғалім, арнаулы орта білімдісі 2 мұғалім, бірінші санатты 1 мұғалім, екінші санатты 2 мұғалім, педагог модератор 11 мұғалім жұмыс істейді.